бізде бір айдан кейін әбіш кекілбаевтың байқауы болады. Соған мен ғылыми жұмысқа оқушы іздеп сені іздемеген жерім жоқ. Қазір тауып алып, мұнына әбіш кекілбаевтың шығармасынан ғылыми жұмыс жазуымыз керек. Ол үшін бізге ғылыми жазу үшін не істеуіміз керек? Қаншама мәлімет алып, бүкіл кітапханаларды аралап жинақтауымыз керек. Сол мақсаттар бойынша талдап жұмыс жасауымыз керек. Түсіндің ғой? Саламатсыздар ма? Менің есімім Қалдыбай Маржан Айдосқызы. Мен Сейіт Қасым Әшіров атындағы жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысымын. Бүгінгі менің мақсатым Әбіш Кекілбаев туралы біздің мектебіміздің оқушылары және мұғалімдері қаншалықты білетінін тексеріп көреміз. Ал ендеше кеттік. Ана жақтан бір мұғалім келе жатыр. Осы кісіден Әбіш Кекілбаев туралы сұхбат алып көрейік. Саламатсыз ба, апай? Апай, сізге сұрағым бар еді Әбіш Кекілбаев туралы. Әбіш Кекілбаев туралы не білесіз? Әбіш Кекілбаев біздің Қазақстанның абыз жазушысы ғой. Олай деп айтатын себебі нағыз философ жазушы. Ол кісінің әрбір шығармасын оқысаң, сол заманда, сол уақытта жүргендей күй кешесің. Мына Аптамай бел деген шығармасы өзінің құрдастары туралы жазған. Сол кезде сол заманды, сол уақытта білім алып, сол елде жүргендей күй кешесің. Кешіріңіз, Әбіш Кекілбаев туралы білесіз бе? Әбіш Кекілбаев қайда дүниеге келген? Білмеймін. Жақсы, рахмет. Ағай, кешіріңіз, сізге сұрақ қойып жерсем бола ма? Әбіш Кекілбаевтың қандай шығармаларын білесіз? Әбіш Кекілбаев дегеніміз өте керемет ұлы жазушы. Оның аңыздың ақыры, күй деген шығармасы да өте танымал, және шыңырау, негіз көптеген шығармалар бар. Осы ең танымалдары осы деп ойлаймын өзім. Рахмет. Әбіш туралы біздің мектептегі кезекші оқушыларда сұрап көрейік. Сізге сұрақ қойсам болады ма? Әбіш Кекілбаев қайда туылған? Маңғыстау облысы, қателеспесем. Дұрыс. Кешірім сұрайым, сізге сұрақ қойып жіберсем бола ма? Әбіш Кекілбаевтың қандай шығармаларын білесіз? Аңыздың ақыры, елең алаң, шыңырау деген шығармаларын білеміз. Әбіш Кекілбаев Маңғыстау облысында дүниеге келген, көзінің тірісінде Маңғыстауды көріп қалды деген сөз бар екен. Әбіш Кекілбаев. Рахмет, өте дұрыс айтасыз. Қайырлы күн, кешірім сұрайым, сізге сұрақ қойып жіберсем, Әбіш Кекілбаев туралы не білесіз? Ештеңе білмеймін. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Әбіш Кекілбаев туралы не білесіз? Мен ештеңе білмеймін. Рахмет. Қарагөз апайдың Әбіш шығармаларын зерттеу туралы мұғалімдер мен оқушылардан сұхбат алу барысында байқағаным, көбісі Әбіш туралы білмей жатты. Мен осы кезден бастап Әбіш туралы ғылыми жоба дайындауға бет бұрдым. Алдағы уақытта оқушыларды Әбіш шығармаларын оқуға шақырамын. Әбіш атамыздың кез келген шығармасы адамға рухани құндылық сыйлайды.